Кеше облыстық қазақ драма театрында Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген әртіс Сәуле Таудаеваның Ақжайық аспаныңда ән шалқытсам атты шығармашылық ән кеші болып өтті. Кешке қатысқан облыс әкімінің орынбасары Серік Сүлейменов әншіні облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың атынан құттықтап шығармашылық шабыт тіледі. Мұндай кештердің жиі болғаны әрине бәріміз де қалаймыз. Енді опера дейміз, театр дейміз, жаңағы вокал дейміз, басқа да өнердің түрі болып қойды. Тұрғанмен де қазақтың қанына жақын осы өнер деп есептеймін. Енді бүгін кешке өкінішке орай Нұран Асқаров келгісі келеді. Іс-сапарда болуына байланысты ортамызда бола алмай тұр. Облыс әкімі Нұран Асқаровтың атынан өзіңізге жазылған жылы лебізі бар. Ыстық-ықыласпенен соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Қазақтың дәстүрлі ән термесін қастерлеп, насихаттап жүрген асыл жандардың бірі, жезтаңдай әнші термеші, Ақжайықтың айнам көзі атанған Сәуле Таудаеваның шығармашылық кешіне халық көп жиналды. Бұл кешке туып өскен жері Ақжайық ауданынан арнайы келген ақын Сағынтай Бейсенғалиев өз тілегін өлеңмен жеткізді. Ақжайықтың алабына сән берген бас құрылары, дәстүр бағы әрленген оралымда орны бөлек отау бар. Керегесін кестелене әңгерген деп, сол әңгерген, кестелене әңгерген керегелері кеңейіп, шаңырағынан шаттық шалқи берсін деген. Қазір әншінің соңынан ілескен көптеген шәкірттер бар. Олар облыстық республикалық ән байқауларында өздерін аз танытып жүрген жоқ. Әділғазы Кереев, Наурыз Халитов, Темірболат Тоқмамбетов, ақпарат орталығы.